осыны құртат деді. Құртпайды. Жаман жылғып шақыра бермес. Аларма маған ей, аларма ей. Не? Өлішек. Үшірінің де. Үшірінің де. Өлтіп қоя мен. Қараңыздар. Менің мына шалбарым маған қалай үлкен тұратынын, бұрын бұл маған тура тұратын. Қазір сіздер бүйтсең түсіп қалады. Үйтіп кимесең қазір бұлай кие алмайсың. Ал бұл негізі осылай тұратын шалбар. Қараңыздар. Мына тағы бір өлдірседі ғой. Бұны мен алдыңғы жылдары күзде, көктемде киіп жүре беретінмін. Қазір маған осындай бір кең шалбар болып қалғанда. Қараңыздар. Қыздар, мен айттым ғой, заказ беріп қойдым деп, маған капсулалар келді менің қолымда, бірақ ең өкініштісі 50 штук қана заказ бергенмін. Қолыма 50 штук қана жетті. Және де бұл қандай дәрі, не істейді деп жатсаңыздар, бұл шөптерден құралған капсула. Ешқандай да денсаулыққа зияны жоқ. Менің де басым екеу емес, ондай нәрсені қорықпай сататындай өзім ішіп көрген екен, өзім сенімді болғаннан кейін мен сіздерге қорықпай сатып жатырмын. Неге ол капсуланың түрін көрсетпейсің, неге біз көрмеу керекпіз деп жатқан жандар, менің результатыммен сатып кететін адамдар өте көп. Оның подделка түрлері де бар да, оны сатып кететін болса, менен көріп, менің результатыммен ол кезде маған минус болады. Спортсыз, диетасыз 6 килодан 15 килоға дейін тастағыларыңыз келетін болса, тек 50 штук қана бар, өте аз. Кімдерге болмайды десеңіздер, емізулі аналарға болмайды. Өйткені ол шөп дәрі балаға барады, білесіздер, сүтпен баратын болғаннан кейін, және де екіқабат әйелдерге болмайды. Екіқабат әйелдер азғыларда келмейтін шығар деп ойлаймын. Және де давлениесі барлар, жүрегі ауыратындар соларға ішуге болмайды. Ал егер сізде осы төртеуі жоқ болатын болса, беймарал қорықпай тапсырыс бере беріңіздер. Және де сіздерге айтып қояйын, сол алған күннен бастап сіздер суретке түсіріп алыңыздар, результатын одан кейін маған жіберетін боласыздар. Мен сенімді болғаннан кейін сіздерге дәл осылай айтып тұрмын, түсіріп алыңыздар деп. Ал бағасы неше деп сұрасаңыздар, бағасы 20 мың теңге. Қыздар, 20 мың теңгеге аласыздар, ішінде 60 капсула болады, сізге бір айға жетеді. Күніне 2 Шерхан алдында звондап айтып қойды, мен осылай ботадан тағы бір мүмкіндік сұрап, сондай отырыс ұйымдастырсам деген сияқты. Сонымен барлығымыз шашбауын көтеріп бардық. Сонымен ойламаған жерден кіріп келді. Шерхан букет құшақ гүлімен. Енді бота кішкене қырсыққаны бар, енді қыз болғаннан кейін қыздың назы бар деп айтамыз. Енді өздерінің орталарындағы реніштері бар деген сияқты. Оны да түсінуге болады. Сразу жүріп кететін қыз болады, сразу жүрілмейтін қыз болады деген сияқты. Енді видеоны көрсеңіздер, ол жерде бот айтып жатыр, қабылдады, Сақинаны да қабылдады, Гүлді де қабылдады. Айтты, деп айтпаймын, бірақ добиваться ет деген сияқты. Енді өзінің кінаңды түсініп, жаңағы ары қарай қадамдарыңды жаса деген сияқты мүмкіндігін беріп жатыр. Сонымен барлығымыз қуанып, солай күшті отырдық, кеше прям до утра отырдық. В общем, барлығымыз ризамыз, как будто маған ұсыныс жасағандай. Мен қуанып жатырмын, ана бота тезірек деп айтса екен деп, мен прям шыдамай баратырмын. Білмеймін, мен мысалы андай тез жібейтін қыздардың қатарынамын да, мен андай ұзақ бет не демаймын да, ботаның енді ішінде сезімі барау деп қоямын. Ботандай да ашық айтпайды да. Біз мысалы құрбысы болсақ та, бізге де көп нәрселер айта бермейді, өйткені ботаның мінезі именно сол чувствоға келген кезде ол кішкене тұйықтау. Бірақ менің енді өзімнің ойым, ботаңда сезім бар, әйтпесе мысалы алдынан бері кездесіп жүрсе, таки бір үміттің бар екені, ол бір нағыз анық деп айтайыншы. Сонымен сөйтіп кеше отырып, кеше енді пока үш нәрсе салмадық, бүгін салайық деп, сонымен білмеймін, енді екеуі үшін қатты қуандым, потому что алдынан бері мен ботаға айтып жүрген, бота ойланып көрсей, балашын деген сияқты. Сонымен, может быть, енді бір жақсы бір шешім жасайтын шығар, енді Құдай бұйырса деген.
coming up. Take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear